қыздырғаннан кейін шашымыз салып, қыз қайда? Бүгін фаршированный баклажаны в духовке дейтін тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге баклажандар, фарш, укроп, сыр қажет болады. Баклажанды осылай ортасынан бөліп, ішін тазартып аламыз. Яғни баклажановые лодочки деп те атайды бұны. Міне осылай үстіне тұз сеуіп, противенімізге салып қоямыз. Одан кейін міне қыздырған майымызға фаршымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін бетін жауып қойып қоямыз. Осы аралықта біз сол фарштың үстіне салатын пиязымызды, қызанағымызды кубиктап турап аламыз да. Сол жаңа пісіп жатқан фаршымыздың үстіне саламыз. Мен перец қостым. Өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Укроп болсын, үйде не бар, соның барлығын қосып, осы жақсылап араластырып қуырып аламыз. Одан кейін мен осындай соус қостым. Сіздер томат қоссаңыздар да болады. Жақсылап барлығын салып қуырып алғаннан кейін үстіне дәмдеуіш жерімізді, тұзымызды салып, бетін жауып қоямыз, толықтай пісіріп аламыз. Және де баклажандарымызды майлап аламыз. Оның үстіне осы дайын начинкамызды салып шығамыз. Оның үстіне жұқалап майонезді жағып шықсаңыздар болады. Өте жақсы дәм береді. Енді негізінде сырды духовкадан шыққаннан кейін салу керек. Кішкене пісуге жақындаған кезде мен мына жерде қателесіп салып қойдым. Міне біздің фаршированный баклажанный лодочки в духовке деген тамағымыз дайын болды. Бұны гарнирге күрішпен жасап берсеңіздер де болады. Немесе осылай өзінде тіске басар ет жасасаңыздар болады.